Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мінекей Қазақстан Демократиялық партиясы бастаған, ұйымдастырған митинг өтуде. Біз осы митингтен тікелей көрсетілім жасаймыз. Қазір бұл митинг ғылым ордасының маңындағы Шоқан Уәлиханов атындағы саябақта өтуде. Қандай талаптар бар екен? Көріп жіберейік. Негізі бұл митингке алғыз Алматы емес, Шымкент, Тараз секілді қалалардан да арнайы адамдар келіпті осы митинг үшін. Негізі талаптары да осындай, мінекей. Несие кешірілсін дейді. Қытай елшісі автобусқа ақшалары жоқ, келемей жатыр. Таксиге ақшалары жоқ, келемей митингіге. С удовольствием шығады. Оян қазан, ертең кеш болады. Кеш болады. Бүгін оянбасақ, ертең құлда оянамыз. Ол тарихи факт. Дәл қазір оянбасақ, Қытайға құл боламыз. Сол кезде оянғанбыз, мүлдем кеш болады. Бір күндік ұйқың сен өмір бойлық неңді жояды, мәңгілік. Бір ұйқыңа неғымай мәңгіліктен жол жасаңдар. Бір күн ұйықтамай. Осындай уақыт бола бермейді сендерге. Бүгінгі мүмкіндік. Еді істеп қалмайды. Қашан қазақ халқы құл болады? Құл болады, Қашан қазақ халқы құл болады? 30 жыл болды ғой, бәрі құл. Елдің бәрінде кризис бар. Елдің бәрінде кризис бар. Қазақты халық қиналып кетті. Осы жерде жер сатылмасын. Айлығымыз көп болса, кредитта неміз бар, кредитта жоламаста елім. Көтерсін айлығымызды, дамытсын елді. Тұтасын билік халықтың мұқтажын естісін. Құлақтары тас керең ба? Жоқ, көздері соқыр ма? Халықтың уже холодильнигінде тышқан өліп жатыр, ешқандай не жоқ, продукты жоқ. Шыны керек. Айта алмайды елдер, келемейді, ауылдарда қиын өмір сүріп жатыр. Жолға ақшалары жоқ. Что рұқсат етпеген көп периферияда. Алматыға ешкім келемейді. Қайдағы ақша жолға? Жолға ақша жоқ. Келетін еді мыңдаған халық. Біліп отыр, соның бәрін әдейі істеп отыр. Таныстырып кетесіз Мен өзім белсендімін. Отанымды, жерімді сүйем. Қазақстан мемлекетті жақсы көрем. Сол үшін осы жерде мен жақсы өмір сүргім келеді. Басымды кредитқа кірмей, басымды көтеріп жүргім келеді. Искусственный бізді кредитқа кіргізіп қойған. Айлығымызды көбейтсін, өндірісті дамытсын. Керек жоқ бізге бұндай мемлекет. Біздің құлдық сана сезімге кіргізіп, біз басымызды көтеріп жүріміз керек. Сол үшін ата-бабам күресіп алып берді, осы жерді ұрпағым дамытсын деп, өссін, өнсін деп. Не үшін біз солай жүруіміз керек? Кімге біз құл болуымыз керек? Жағдайымызды біліп отыр, көріп отыр, 100 мың алу арызымызға құлақ аспай жатыр Тоқаев мырза. Қараңыз, халықты естіңіз бір уақыт. Болды олигарх байлардың жағдайын жасай бергеніңіз, халықты ойлаңыз. Халық сізді ертең көтереді. Сізді неге де апаратын халық. Шығыңыз халық жағына. Жаныңыз ашып. Мен сізге басқалар.
ешқандай ол бір жаңағы митингке рұқсат беруге, митингті бір өткізуді жеңілдетуге әсер ететін заң емес. Барлығы өтірік заң. Мысалға қараңыздар, осы жерде бізге бірнеше рет ескертіп айтты, егер 1000 адамнан астам адам жиналса, біз онда жаңа қалған адамдардың барлығын таратамыз, олар жаңағы үйлеріне қуамыз, бұл митинг заңсыз болып танылады деп бірнеше рет айтты мысалға. Одан кейін жаңағы шектеулі уақыты болу керек, анау басқа да көптеген кемшіліктер бар. Сондықтан бұл жаңа заң ешқандай бір митинг өткізуді жеңілдетпейді. Сол баяғы рұқсат беру заңы. Баяғы бұрын мысалға митингтер туралы заңда бір ғана мәселемен мысалға сізге митингке өткізуге мүмкіндік бермесе, қазір 12-15 талабы бар осының жаңағы тоқтатып тастауға. Сондықтан ол барлығы ойыншық заң, өтірік заң, сол биліктің ыңғайына жасалған заң. Бірақ біз ресми түрде ескертуді шештік, осылай өткізіп көрейік. Мүмкін жаңағы ешкімді ұстамаса, қудаламаса, адам көбірек шыға ма, өздерінің талаптарын қоя ма деп. Сондықтан біз осындай ескерту формасын өткізіп жатырмыз. Жанболат мырза, осы біз сөйлескен экономистер айтып жатыр, Мамайдың кредиттік амнистия бойынша талабы ол популизм, ол мүмкін емес деген не айтасыз? Мен мысалға банктың үлкен қызметкерлерімен де сөйлестім, кездестім. Өйткені мына осы Қазақстандағы ең ірі банктарды басқаратын адамдардың өздері осы мәселені талқылап отыр. Мен ол өздеріне де сұрақ қойдым. Мысалға қаншалықты мүмкін деп. Әрине бұл банктердің өздеріне, олар айтады, бізге өзімізге тиімсіз дейді. Өйткені банктердің өздерінің мүддесін қорғайды, түсінікті. Бірақ экономикалық жағынан әбден мүмкін нәрсе. Экономикалық жағынан. Өйткені осы уақытқа дейін 2008-ден 2020-ға дейін 10 триллионнан астам ақша алды банктер. Көмекті алды үкіметтен. Ал енді сол ақша қайда мысалға? Неге сол ақшаны қайтармайды? Ол бір. Екіншіден ұлттық қорда ақша бар деп жатыр. Айтып жатыр, осы бір жылдың ішінде Тоқаевтың әртүрлі әлеуметтік жобаларына 2 триллион теңге бөлеміз деп жатыр. Бірақ ол ақша қайда кетеді? Қандай бағдарламаға жұмсалады? Қандай жобаларға жұмсалады? Барлығы жұмбақ, жоқ болып кетеді. Бізде мысалға өткенде көрсетті ғой, мына төтенше жағдайдың кезінде 14,5 миллиард долларды біз бөлдік деді, 14,5 миллиард долларды. Ешкім көрген жоқ ол ақшаны. 42.500 теңгеден берген көмегінен басқа ешқандай халыққа ол пайдасы тиген жоқ. Сондықтан мынау несиелік амнистия нақты халыққа көрсетілетін көмек. Ол экономиканы қуаттандыруға да көрсететін көмек. Сондықтан мүмкіндік. Сондықтан ол әбден мүмкін нәрсе. Қанша миллионға дейін? Біз енді миллион болғанда бұл жерде мынау ешқандай кепілі жоқ несиелер, залоговый займы дейді. Содан кейін жаңа микро несиелерді айтып отырмыз. Міне осы 5,5 миллион халықтың 4,4 триллион теңге осындай несиелік борышы бар екен. Соны кешіруді айтып отырмыз. Сондықтан ана жаңа популизм дейтіндер, бұл дұрыс емес дейтіндер, неге кеше жекеменшік банктерге көмек көрсеткен кезде, неге сендер біреудің банкісіне көмек көрсетесіңдер? Неге сендер ұлттық қордан, қазынадан алып жекеменшік мына олигархтарға, байларға көмек көрсетесіңдер деп біреу шыққан жоқ қой. Ал енді халыққа көмек көрсету керек кезде бұл популизм дейді, басқа дейді. Мысалға, кеше 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Монғолияда бүкіл зейнеткерлердің несиесін кешірді. Грузияда кешірді. Барлық жерде болып жатқан нәрселер. Сондықтан бұл популизм емес, бұл нақты халыққа керек көмек деп есептейміз. Қазір митингте. Ой, қой ағай. Таныс қой. Жақсы. Митингте тапшылық дегенге. Дұрыс қой енді. Құрметті көрермендер, мінекей мына жақта шындық деп шырылдап жүрген азаматтардың Алла тағала жар болсын. Қазақтың бұлтараптай жерін жау дұшпанның табанына таптатпаймыз. Ата бабамыздың аманаты аруағымызды қолдасын. Алла тағала жар болсын. О Раббым Алла, қолдаушымызда, қорғаушымызда, сыйынарымызда, сүйенерімізде бір өзің Алла. Арғы бергі өткен ата бабаларымыздың аруағы gelip göbekliğe permen mırsattana bile gör Tanrı'nın yaratışına tavan. Allah'ın yolunu tanıgan, hakikatten taymagan, el başına kütügan, yöskalay gezlerde halkının gamını oylagan, Mangıstau'da Pirbeket, Evliye Batır Rahimбек, Bahadır Yalantöz, Karagözel Kabanbay, Kancıgalı Bögenbay, Kerey menen gelmek, Kene Sarına Urzbay, Cangoca Sırım Yer Eset, Kötüver Batır, Canpoy Çaysan Atalarım, Almat binin Samrat, İsatay, Medi, Mahambek,
Амангелді Osman Бекболат, желтоқсанда қаһарман батыр мернелім, қайратым мен ерболым, қарабура, тек тұрмас әулие әмбие пірлерім, келіп жәрдем ет. Уақар уақытта әмбие батыр бата пірлерін қолдай көр, пәле-келеден қорғай көр. Қайдан тұрсен қол беріп, қазағымын сапарын қолдай көр. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Барлықтарыңыз плакаттан мына жаққа шығыңыздаршы. Рахмет. Қабыл болсын. Алла қабыл етсін. Рахмет, назарларыңызға. Мына шетке шығайық бәрі. Шетке. Жүріңіздерші. Қалай? Ар жаққа тұрайық ана шақ. Салаң ма? Ханым салай жасын. Мінекей құрметті көрермендер, әзірге біздің байқағанымыз алаңның жиегінде жалпы ешқандай күштік құрылымдар жоқ. Алаңның кіреберісіне екі жақ бетіне арнайы қоршау қойылған. Ол жерден митингке кірген адамдарды маскамен кіргізеді, температураларын өлшейді. Және байқап тұрсаңыздар, жедел жәрдем көліктері тұр. Яғни енді адамдардың қауіпсіздігіне арналған, енді біреу неше түрлі жағдай болған кезде енді көмек көрсетуге дайын болады. Митинг енді басталады. Сұрышылар мінекейіңіз. Қыздырмай жатыр, қаз келсін қал. Не ол? Сондықтан мені халқым жалғыз біздер емес, барлық қазақ, исі қазақ осындай митингіге шығу керек, қарғаларым. Ана Беларусьтені көрдіңдер ме? Ана Россияны көрдіңдер ме, Хабаровский? Немене, ана қырғыз ағайындар біздің. Біз сонда немене, қорқақпыз ба? Қорқпаңдар, митингіге шығындар, жерді сатқызбаймыз деп. Мен мені 80-нен асқан кісімін. 9-шы жылдан бері 4 рет қол аяғымнан ұстап мәшинеге салып, полицияға алып барды. Ештеме істей алмайды. 3-4 сағат ұстайды, қоя береді. Қорқпаңдар, қарғаларым. Жерлеріңді сатқызбаңдар. Қазір халқымыз кедей. Халықтың 80% кедей, қазақ халқының. Жерді сатса, ертең әлгі қазақ аталарымыз айтып кеткен. Кедейді кедей қылса қайыршы туады деп. Келесі ұрпағымыз қайыршы болады. Сондықтан жерді сатқызбаңдар, қарғаларым. Ал енді нақты шетелдіктерге сатылып кеткен жерлерді білесіз бе? Атай аласыз ба? Мен атай алмаймын, я. Мен өзі ауыл адаммын. Мен 30 жылдан артық
совхозда істеген кісімін, главный инженер болдым. Ал біздің сол жерлер, ең жақсы жерлер уже сатылып кеткен. Біздің енді орысқа сатылды, орыстар алды. Мен өзі Қарағанды облысынанбын. Атынан айналайын Қарқаралы деген жердікімін. Сол жердің барлығын бұрынғы директорлер, әлгі обкомның нелері барлығы сол жерлерді алып алды. Өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Мен Алдабаев Ережеп деген кісі боламын. Жасым 80-де қажымын, Меккеге барғанбын. Сол мен міне 9-шы жылдан бері осы жер сатылмасында келіп тұрмын. Мен ертең ойым, ертеңгі менің ұрпағым, анау немере шөберелерім далада қалмасын деп сол үшін шығып жүрмін. Назарбаевтың ешқандай қақысы жоқ, даже жер сатылады деп айтуға ешқандай қақысы жоқ. Дұрыс айтады үлкен кісі. Ешқандай жер сатылмайды да. Мына халықтың кредитін кешірсін. Сотты да жүрді, судебной системы, коррумпированной. Біздің семья далада қалып қалдық, уже 20 жыл жүрміз. Енді Нұр-Отан бізді временно деп ана қатыйне апайым екеумізді жіберген. Это не қаты, это тюрьма целая. Уже почти бір жыл болды. Ужас. Да, дом престарелых номер 3. Слушай, вот мен енді бір отпуск алып, домой уже невозможно. Марттан бері карантинге жапты, не выпускает ничего. От одной коррупции мы в другую попали, считайте. 20 лет одну коррупцию терпели, теперь терпим эту коррупцию в доме престарелых. Я туда не должна была попасть, не сестра моя. Сестра сейчас у меня болеет, как бы с ума не сошла от такой жизни там. Қандай немен условиями пользоваться терпимость. Питание жаман, я сразу отказалась. От одежды секонд-хенд ваш не нужен дедом. Никакие, ну 70% с пенсии у нас берут. С меня и сестры. Остается с пенсии у нас 52 тысячи, мы сами питаемся, на эти деньги одеваемся, все. Только мы занимаем комнату, у них полуторку, как семейным дали. Өзім жуам, барын өзім жасайым там. Как, вот так, как можно? Енді алдығын естідім біз кісілерден. Айтады, директор себя, коррупционер выдвигает депутата Маслихата дейді. Вот там сидит это Нұр-Отаннан был адам, Назира деген, фамилиясын сейчас білмеймін, Жунисбекова, что ли. Никакой работы он жерде не ведет, сол дом и престарелых, а енді директора, говорит, как доверенное лицо, ее поддерживает, ходит дейді. Саозовского района, Нұр-Отан, она выдвигает себя, воровка себя выдвигает этим. Ал енді біреулер жаловаться етіп нетсе, Баженова Виктория деген беженка бар екен, мен оны көрген жоқпын. Была, говорит, здесь, писала, все, дейді, Акима вызывала, оны алып, есікті жауып қойып, барын не выпускали, психбольницаға алып кетіпті. Баженова мен потом маған звондады өзі, бір кісілер беріп телефон, айтады, меня, дейді, посол помог выпустить, дейді. Посольство вмешалось, дейді, я не больная, дейді. Больная, дейді, вот, как показательно это сделали, чтобы люди не жаловались. Вот как так можно? Атыңыз? А? Аты жеріңіз айтсаңыз. Исмагулова Сауля Икатовна. Рахмет. А енді бір айға мен отпросилась, бірдеңе шешейін деп, потому что менің апайым 72 жаста, она, знаете, уже с ума сойдет, по-моему. Она переживает, плачет каждый раз. Мен өзімді жылаймын ылғай. Как? Мы там не должны оказаться деп. Бір зам болған Нұр-Отанда, городской филиалда, Конкордтың замы, Арман деген жақсы бала. Ол айтты, апай, пока тұратылыңыз временно, мен өзім потом ваши документы барын. А ол енді қазір кетіп қалды, кому это надо? Конкурсу не подойдешь никогда. Бред, митинговать етуге бардық, там голодовка объявлять етуге. Ой, апай, деп мен алып, жүгіріп, не надо, нас будут ругать. Мен айттым, не надо, пусть ругают. Мне зачем деп, қорқытып, ана жерден сендерді шығарып жібереді деп. Нет бы помочь, а жерден шығарып жібереді деп бізді қорқытып апайым екеумізді. А біз қайда далада қалайық деп тұрмыз. Қазір мы, считайте, на улице.
Вот мәселені мен ойлап едім, жас балалар такие инициативные, пришли бы туда, постоянно проверяли бы, фотографировали, сол жерде бірдеңе болатын еді. Кімдір нетеміз? Кіреберісте ана Дариғаменен Есеева бәрін фотографиясы маған айтты, это ее все заведение деді. Вот зачем тюремщиков всех бесплатно кормят, почему пенсионеры такие большие деньги сделают? Ешқандай не көрсетпейді оларға. Отмывание денег идет. Сонда оларға жаңа пенсиясына ақша беріліп, қарттар ендеше берілген зейнетақыны қарттарға бермейді да, оларға тек 2000 теңге ғана беріп тұр ма? Қалай болып тұр? Қарттардың вот 70% алады пенсиясынан. И оны вот лечение, это как же береміз дейді. Мен айттым, мне ваше лечение ничего, я в другой поликлинике лечусь, не 50-й этой. Киіміңізді кимеймін, неміңіз нетпеймін. Қайда кетті десе, на специальный счет попадает. А какой это специальный счет, тоже не ясно. Олар айтпайды дейсіз ғой. Көрдіңіздер ғой. Мұнда жалғыз жаңа тек қана жердің мәселен қазір көрeceğiz. Басталды митинг. Қыркүйек күні бейбіт түрде митингке шығып отырмыз. Қазір енді мына өзіміздің жиынымызды менің Қазақстанымнан бастайық. Бұл 86 жылы жастардың гимні болды. 86 жылы диктатураға қарсы шыққан, тоталитаризмге қарсы шыққан жастардың айтып шыққан әні сол Шәмші Қалдаяқов, Жұмекен Нәжімеденовтің сөздерінде жазылған, өлеңінде жазылған, соны орындайық. Бәріміз бірге айтайық ағай. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, елімді бастаған балама қарашы. Жергеден шықты ғой, тәнегін терлеген қазағым бақты ғой. Менің елім, көрін болып, егілемін, жарым болып, төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Сағындар далам бар, сағылар күнім бар, қараңдар, жараңдар, осындай елім бар. Асырған уақытты мәңгілігі досындай, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Менің елім, гүлім болып, егілемін, жырым болып, төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Қадірлі ағайын, енді біз бүгін 13 қыркүйек күні бейбіт түрде мына митингке шығып отырмыз. Қазір мынау билік осы митингке біз рұқсат бердік. Осы митинг заң бойынша өтіп жатыр. Көрдіңіздер ме, Қазақстанда қандай демократия деп айтқысы келетін болар. Оның барлығы бос сөз. Ешқандай демократия жоқ. Ешқандай бейбіт жиын еркіндігі жоқ. Міне барлығын жан-жақтан қоршап тастаған. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Ана шектеу, мына шектеу. Сондықтан бұл енді біз бірақ мына халықты бүгін ұстамасын, халыққа ешқандай қысым жасамасын, көшеге шыққан азаматтарға қудалау жасамасын деп ескерту жасап, ескерту формасында өткізіп отырмыз. Рұқсат берді деп айтпаңыздар. Мына журналистер айтып жатыр. Рұқсат берілген митинг дейді. Рұқсат беру, біз сұрамаймыз рұқсатты биліктен. Рұқсат халықтан ғана, рұқсат Құдайдан ғана. Ал біз тек ескертеміз. Шығамыз қалай болғанда да. Сондықтан бүгін осы алаңға шықтық, ертең басқа алаңға шығамыз. Біз енді мынау қандай мәселелерді көтеріп отырмыз. Өздеріңіз білесіздер. Мынау Назарбаевтың билігі өздерінің 5-6 банкісіне үнемі қолдау көрсетіп келе жатыр. 2008 жылдан бастап 2020 жылға дейін 5-6 банкке, ішінде Назарбаевтың отбасы мүшелері барлығы, Кулибаев, Машкевичі бар, Утемратов бар, басқалары бар. 10 триллион теңгеге жуық көмек алды. Ал қарапайым халық қазір қиналып отыр. Қарапайым халықтың жағдайы өте қиын.
жұмыссыз қалып отыр, табыссыз қалып отыр. Пандемия кезінде бірде-бір көмек көрсеткен жоқ мемлекет. Біз көріп отырмыз, Америка Құрама Штаттарында қалай көмек көрсетіп жатыр. Әрбір азаматқа $1200 көмек көрсетеді. Әрбір балаға $500 беріп жатыр. Франция, Германия, барлық мемлекеттерде нақты көмекті көрсетіп жатыр. Біздің Қазақстанда $3 ең Африканың кедей мемлекеттеріне берілетін көмек. Бұл нағыз масқара емес па, дұрыс па? Сондықтан біз қазір осы қарапайым халыққа несиелік амнистия жариялансын деп отырмыз. Анау банктерге көмек тоқтату керек. Берілген көмектің барлығын қайтарсын. Халыққа нақты көмек көрсетсін, несиелік амнистияны жарияласын. Несиелік борыштарды кешірсін. 2 триллионды Тоқаевтың әртүрлі жобаларына бөлеміз дейді. Осы 3 жылдың ішінде ұлттық қорда мүлдем ақша қалмайды деп отыр. Сонда қайда кетеді ол ақшаның барлығы? Ол ақша тағы да талан-таражға түседі. Ол ақша тағы да офшорға кетеді. Ол ақша тағы да Кулебаевтардың, Машкевичтардың қалтасына түседі. Тағы да Назарбаевтың отбасының ақшасы қалтасына түседі. Сондықтан қарапайым халыққа көмек берсін. Қарапайым халықтың несиесін кешірсін. Ешқандай популизм емес бұл. Бұл кәдімгі бүгінгі өмірден алынып отырған бағдарлама. Грузияда сондай бағдарлама қабылданды. Монғолияда сондай бағдарлама қабылданды. Басқа да елдерде қабылданып жатыр. Сондықтан біз халыққа несиелік амнистия жариялану керек деген бастаманы көтеріп отырмыз. Осы мәселені біз соңына дейін жеткізуіміз тиіс. Дұрыс қой, қолдайсыздар ғой? Сондықтан біз осы мәселені көтердік. Кеше 100 мыңға тарта Қазақстан азаматының арыздарын апарып тапсырдық Ақордаға. Әлі күнге шейін ләм-мим деп отырған жоқ. Әлі күнге шейін жауап беріп отырған жоқ. Өйткені билік тек қана бір нәрседен қорқады. Халық көшеге шығудан қорқады. Енді көріп отырсыздар. Бүгін енді әртүрлі себептерге байланысты біз ойладық, 3 мың, 4 мың, 5 мың адам шығатын болса, мәселе бүгін шешілетін еді ағайын. Бүгін осы жерде шешілетін еді. Көріп тұрсыздар ғой, тікелей эфирде қазір таратып отыр осы жиынды. Анау жаңағы Тоқаев қарап отқан болар, басқалар қарап отқан болар. Олар ойлап отқан болар жаңағы. Міне көрдіңіздер ме, халық көп шығып жатқан жоқ. Яғни біз мынау бассыздықтарды жалғастырамыз, әділетсіздіктерді жалғастырамыз, ойымызға келген жасаймыз деп. Оның барлығы бос сөз. Халық керек болса бір күнде көтеріліп кетеді. Анау Беларусьта кім ойлады? Лукашенкоға қарсы 100 мың адам шығады деп. Ешкім ойлаған жоқ. Аяқ астынан басталып кетті. Сондықтан кез келген революциялық жағдай, кез келген өзгеріс аяқ астынан болатын нәрсе. Біздің қазақта мықты. Қазақта көтеріледі бір күні. Дұрысқа көтерілеміз ғой енді. Сондықтан мынау осындай бейбіт жиындар, митингілер бұл алда болатын өзгерістерге жасалып жатқан дайындық. Мынау үйренуіміз керек. Қазір халық бізді көріп отыр тікелей эфирден. 100 мың адам көріп отыр қазір. Көрсін халық. Ешкімді тұтқындап жатқан жоқ. Ешкімді ұстап жатқан жоқ. Митингке шығу ешқандай қылмыс емес. Митингке шығу ешқандай басбұзарлық емес. Мына көп адам ойлайды, митингке шыққан адамдарды қамайды екен, түрмеге отырғызады екен, барлығын жаңағы апарып құртады екен деп. Халық көре беру керек. Осындай митингілер арқылы көру керек. Бүгін 500-ге тарта адам шығып отырмыз. Келесі жолы мен ойлаймын 1000 адам, 2000 адам, 3000 адам осылай міндетті түрде көбейеді қатарымыз. Осылай ақырындап біртіндеп халықты үйрете беруіміз керек деп есептейміз. Мынау тағы бір үлкен мәселе біз көтеріп отырған ол жер мәселесі. Ертең жер кодексінде көрсетілген жер шетелдіктерге 25 жылға жалға беріледі деген бапқа мораторийдің уақыты аяқталады ағайын. Сол кезде автоматты түрде қазақтың жері шетелдіктерге жалға беріле бастайды. Біз қазақтың жерінен айырылғалы тұрмыз. 25 жылға жалға берді деген сөз, басы бүтін берілді деген сөз. Қытайға 25 жылға жалға берсе, ол кетпейді өмірі. Осы жерде Чайна тауындарын салады, қалаларын салады, экспансиясын бастайды. Көріп отырсыздар ғой, елшісі қазірдің өзінде біз Қазақстанда ешқандай түрлі түсті төңкеріс жасатпаймыз, ешқандай революция жасатпаймыз, Қытайдың әскерін кіргіземіз деп отыр. Ондай елшіні Қазақстаннан қуу керек. Дұрыс па? Анау Жан Сяо деген кету керек. Ол елші емес, ол жаушы. Ол қазаққа қарсы жау болып отыр.
Сондықтан біз осы елшіні Қазақстаннан кетіруді талап етеміз. Осындай міне талаптарды қазір көтеріп отырмыз. Енді келген жиналған азаматтардың барлығына мың рахмет. Жексенбі күнге қарамастан біраз адам келіп отыр. Алматының жан жағынан келіп отқан азаматтар бар. Бұл митинг соңғы митинг емес, бұл тек қана басы. Сондықтан жалғастырамыз біз осы митингілерді. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біздің ұлттық намысымыз, елдік мүддеміз қашан қорғалады? Ол тек алаңда ғана қорғалады. Біз 30 жылда осыған көзіміз жетті. Үндемей бұғып қалып жатқандық себебімізден бізді кез келген ұлт өкілдері немесе жаңағы Қытайдың елшісі, жаушы болған елшісі ұлттық намысымызды аяққа таптап жатыр. Ішкі саясатымызға араласып жатыр. Бірақ биліктің тарапынан ешқандай оған жауап беріп жатқан жоқ. Ал біз үндемей отыра беретін болсақ, бұл ары қарай асқына береді, ауру деңдей береді. Біз қашан бас көтереміз? Біз қашан бас көтереміз? Қашан елдің рухын көтереміз? Қашан алаңға жиналамыз? Сол кезде ғана орындалады талаптар. Несиелік талаптар болсын. Және жерді жалға берілген болсын. Және жаңа Қытайдың елшісіне қарсы наразылықтарды тек қана алаңда ғана естірте аламыз. Ал басқалай Тоқаев кеше айтты үндеуінде, біз мемлекетті, халықты еститін үкімет құрамыз деді. Бірақ ол халықты естімейді, тек алаңда ғана естиді. Алаңда тек халық көп көлемде жиналғанда ғана естиді. Санаулы халықтың үні ол жоғарыдағы басшыларға ешқандай бармайды. Ал қазір мен осы халықтың, елдің рухын көтеру мақсатында өлеңдер жазған болатын, соның үзінділерін сіздерге оқып берейін. Ассалаумағалейкум, арма елім, нұр жүйеден көңілі қалған елім, өлең менен жеткізіп жан дертімді, елдің жайын бір жырлап қалмақ едім. Мазалайды бұл күнде санамды ойлар, қазағым кез келді ғой шамаңды ойлар. 30 жыл өтті міне ояныңдар, еліңді тонап жатыр сараңбайлар. Жеріңді ұрпақ үшін қорғамасаң, қайта келіп қорғамас қабанбайлар. Қиянат көріп жатыр қанша жандар, қанға бөкті елімде қаншалаңдар. Макс пен Атабекті айтар болсам, қапаста отыр әділдік аңсағандар. Билік айтқан биліксіз адам емес, әділетсіз жүйеден шаршағандар. Бөлінбей, тізе қосып бірік қалып, алаңға шықпайды ел бүлік салып. Жерімді қысып көзден қорғағандар, қылмыскердей кетеді құрықталып. Еркіндікті қалаған қазақ жайлы сөз айтыңдар, байыбын біліп барып. Қаларсың көш соңында ілеспесең, ұрпақ үшін бүгінмен күреспесең, ел ертеңі не болмақ ойланыңдар, жер дегенде жүрекпен диретпесең. Құлшылықпен Құдайға ұнағанмен, қол жайып әрекетсіз сұрағанмен, ақиқат айқындалмас алыспасаң, әділдік орнамайды жылағанмен. Өршуде ұруқ төрті өзектеніп, намысты көтерейік езетпеліп, саясатты дәл қазір ұғынбасақ, қаламыз орта жолда кезектеріп. Сын айтқыш әділдікті қалағандар, алдымен айтар сөзді саралаңдар. Несиесі халықтың кешірілсін, бұл талап негізсіз деп санамаңдар. Банктың боданына айналғанды кер жалқау, масылдыққа баламаңдар. Халықтың несиеге мәжбүр қылған сыншыл болсаң, билікті қаралаңдар. Банктерге сұраусыз қаржы бөлген әділ болсаң, билікті табалаңдар. Ұлттық қордан тек пайда көріп жатыр, бай манап қазақ елін қанағандар. Халықтың халы қазір мұң шертіп тұр, білген келсе ел үшін аралаңдар. Жұмысынан қысқарды қанша адам, оны да ескеріңдер дана жандар. Қазіргі қиын шақта талабымыз орынсыз ба айтыңдар. Ал адамдар, ойланыңдар, ойран салмақ еліңде кім? Жат жұртқа жерің жалға берілмесін. Ұлтарақтай жерананы ұрпақ үшін қорғайық, енжар болмай өмірге тым. Құлықсыз болсаң егер құл боларсың, жат басынар біздікке бөлінгесін. Өкініште қалмау үшін ертең өкін, барша жан бүгін шығар жол іздесін. Қазаққа тән қайсарлық танытайық, келер ұрпақ құлдыққа жегілмесін. Қазір сөйлейсің. Енді келесі сөзді мен Сағидолла Мергенбаев ағамызға бергім келеді.
мына осы Алматы облысы Маловодный жақтардан еңбекші қазақ ауданынан арнайы келіп отыр осы митингке. Өзіңіз тыңдайық. Желтоқсаншы. Ассалаумағалейкум. Қалайық. Мына жерде өздеріңіз естігендей үлкен өзекті мәселелер көтеріліп жатыр. Соның бірі жердің мәселесі. Жер деген ол халықтың қазынасы, жердің иесі халық. Бұл жердің иелік етуге ешқандай келіп жатқан биліктің ешқандай құқы жоқ. Билік келеді, кетеді, халық қалады. Сондықтан да қалайық. Жерден айырылсақ біз бәрінен айырыламыз. Жер біздің тұғырымыз, тұғыры жоқ халық, ол халық емес, ол өшкен халық. Сондықтан да жеріміздің әр ұшпағына, атадан қалған аманатқа бәріміз ие болайық. Екінші мәселе мына несие мәселесі көтеріліп жатыр. Несие мәселесі ол от болып жанып тұрған мәселе, әр отбасының басында бар. Халық неге несиеге мәжбүр болады алуға? Өйткені халықта жағдай жоқ. Соны өзінің еңбегімен, күшімен өндіріп алуға. Әйтпесе біздің халық өте еңбекші халық. Сол халыққа жағдай жасап, осы 30 жылдан бері халыққа завод, фабрикалар салып беріп, өндіріс орындарын, ошақтарын халықтың қолына берсе, біздің халық бұндай жағдайға душар болмас еді. Оны бәріңіз біліп отырсыздар. Сондықтан да халқым, бұл несие кешірісі деген құр жерден алынған жағдай емес. Бұған биліктің кешірем десе қолында тұр. Тек қана оларда құлық жоқ. Сондықтан да өзіміздің құқығымыз үшін әр отбасы болып, үйде бұғып жатып алмай, мына осында шыққан азаматтар сияқты, осында жиналған азаматтардың бәрін батыр деп атауға болады. Өздерінің құқықтарын қорғауға келген, қорқпай, өзінің адам екенін дәлелдеп. Үшінші мәселе мына басқа ұлттардың бізге жасап жатқан экспансиясы. Бұл жерде ол Қытайға байланысты, өздеріңіз білесіздер. Қытай елшісінің біздің басымыздан асып, белімізден басып, басынып отырғаны. Бұндайға ешқашанда жол бермеу керек. Бізге неге олар осынша белімізден басып отыр? Өйткені біз әлсізбіз. Әлсізбіз. Неге? Әлсіз билік халқын қорғай алмайтын. Халқы өзінің құқын қорғай алмайтын. Сондай жағдайға жеттік, халқым. Неден бұғамыз? Неден қорқамыз? Ане жеріміз кетіп баратыр. Міне өмір бақи жіпсіз байлап құл қылды несиеге. Осы меті керегі, ол аздай кеп, міне кеп, шеттен келіп, қайдағы бір қаңған біреулер кеп бізге өздерінің отауыштың отауыты деп, өздерінің өкілеттігін жүргізгісі келеді. Осы меті біздің күткеніміз. Сондықтан халқым, көтерілетін уақыт келді. Сіздерге ешкім айтпайды, көшеге шығып, ананы өртеп, бұнаны өртеп, біреуді өлтіріп қиратыңдар депші. Біз заңды түрде, демократиялық түрде өзімізді, құқығымызды қорғауымыз керек. Осы естеріңізде болсын, ертең кеш болады. Қазір әр секунд қымбат. Осыны жан-жақта жүрген жерлеріңіз болса, туған туысқандарыңыз болса, болашақ ұрпақ үшін, өзім үшін болмаса да болашақ ұрпақ үшін, ертеңде қазақ елі деген аттың өшпеу үшін келгендеріңізді дәлелдеңіздер, халқым. Бұл жерде ешкім өз үшін жер сұрап кеп тұрған жоқ, осы отыр. Болмаса маған несие бер 2%-бен деп. Бұл жерде барлық ел үшін, халқымыз үшін бір жерде шығайық, ауызбіршілігіміз бір болсын деп, Жанболатова шырылдап өзсін жүрген жоқ қой. Мысалы қарап тұрсаңыздар, осыны ұйымдастырып жатқан үлкен рахмет. Осындай азаматтарымыз көп болсын. Осында келген қозғалыстың, жаңадан құрылып жатқан партияның жетекшілеріне, мүшелеріне үлкен рахмет. Сіздер шықсаңыздар, демократиялық партия сіздердің бір жақтарыңызды әрқашанда қолдаушы болады. Осында келген өзіміздің халқымыз, сіздерге үлкен рахмет. Осындай жүректеріңіздің батылдығына, беттеріңіздің ашықтығыңыздарына, өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғайтындарыңызға. Өйткені сіздердің балаларыңыз, болашақ ұрпақтарыңыз сіздерге рахмет айтатын болады. Қастарыңызда үйлеріне шықпай бұғып қалғандар, сол кезде өкінетін болады. Сіздердің балаларыңыз, осындай ағаларым бар, бауырларым бар, әке-шешем бар деп қуанатын болады. Әрқашанда жүректеріңіз таза болсын. Өмірдегі ең күрестің ең құдіреттісі ол ел үшін, халқың үшін. Күресіміз әрқашанда жалғаса берсін. Рахмет сіздерге. Алла қазақ.
Келесі сөзді осы демократиялық партияның мүшесі Абзал Достияровқа беремін. Ардақты ағайын, Әлихан Бөкейхан атамыздың сөзі бар. Алысып жұлыспайынша бостандықтың атына мінбейміз. Әйелдеріміз, қыздарымыз күңдіктен, ерлеріміз құлықтан босамайды деген сөзі бар. Демек, алысып жұлысу керек. Бұл сөзді мен неге айтып отырмын? Біз демократиялық партия осы халықтың мұң-мұқтажын мұңдап барлық шараны өткіздік. Карантин уақытында бір адамдық пикетті де өткіздік. Кеңседе отырып, сенбі жексенбі демалмастан онлайн түрде қыздарымыз қабылдап, бір айдай отырып, 100 мыңдаған адамның арыз талап мұң-мұқтажын жинадық. Алып барып, елдің аманатын Ақордаға барып өткіздік. Енді міне, митинг ұйымдастырдық, бейбіт жиын, ешкім қудаланбайтын жиын. Халықтың еншісінде қалған, халықтың белсенділігіне байланысты. Сондықтан құрметті ағайын, пыш-пыш әңгімеден, құр сөзден іске көшетін уақыт келген әлде қашан. Сондықтан баршаңызды, қазір тікелей эфир жүріп жатыр, үйінде отырып қарап отырған адамдарға да, осы жердегі ағайындарға айтарым, белсенділік керек. Біз барлығына дайынбыз. Біз бүкіл жауапкершілікті мойнымызға алып, кез келген шараны өткізіп жатырмыз. Халықтың белсенділігі өте маңызды. Сіздер сабырлықпен көнбестікті шатастырмаңыздар. Шүкіршілікпен тоғышарлықты шатастырмаңыздар. Ұлттың мүддесінен ұтылып жатқан кезде, халық тоналып жатқан кезде, қайдағы сабыр, қайдағы шүкір. Шүкір мен сабырдың орны болады ағайын. Елдің мұңдау керек. Жоғын жоқтау керек ағайын. Әрине түсінеміз. Біз халықты кінәламаймыз. Тіпті қазір мыңға жетпесе, бұл халықтың кінәсі емес. Бұл Назарбаев жүйесінің халықты түрлі діни ағымдарға бөліп тастап, өңірге бөліп тастап, түрлі саяси күштерге, топтарға бөліп тастап, барлықтарын оралман деп, ана жақтан келген оралман, мына жақтан келген оралман деп, ұруға бөліп, трайбализмді өршітіп, осы халықты басын қоспай отырған Назарбаев билігі. Бірақ әр нәрсенің уақыты бар. Ағын судың да тоқтайтын жері болады. Назарбаев жүйесінің де күні таяу. Оған сіздердің белсенділіктеріңіз керек. Сіздердің елмен жұмыстау керексіздер. Сіздер әрбір аналарымыз, үлкен кісілер болсын, жас болсын, өздеріңізге тиесілі міндетті атқару керексіздер. Өйткені әрбір кезеңде ұлттың мүддесін қорғау сол кезеңдегі ұрпаққа міндет береді. Бізге ауыз ашудың керек емес, шетелге, басқа шетелдің қайраткерлеріне, о Саакашвили мықты, анау мықты деп. Елім дейтін, ұлым дейтін ел болмаса, елім дейтін ұл қайдан шығады дейді. Сондықтан баршаңызға белсенділік керек. Сондықтан мен бір қысқаша өлең оқып жіберейін. Көп адамдардың жүрегіне сілкініс берер деген үмітпен. Сен қазақсың, қазақ деген ел бөлек, қазақ салған соқпақ бөлек, жер бөлек, киіз үйі жер секілді жұп-жұмыр, шаңырағы күн секілді дөңгелек. Сен қазақсың, бір Алланың құлысың, адамға адам құл болған күн құрысын. Сен қазақсың, байсалдысың, тектісің, білімдісің, айбарлысың, ептісің. Мына жерге мұрагерлік, иелік, ата-баба аманаты деп түсін. Сен қазақсың, қазақ болдың туғанда, онда мына дүние тағылдан үлгі алда. Ата жұрттан, ана тілден айырылма. Төменде жер, төбеңде күн тұрғанда. Сен қазақсың. Келесі сөзді осы Қытай экспансиясына қатысты, жер мәселесіне қатысты Рысбек Тоқтасынға беремін. Ассаламалейкум, армысыздар ағайын. 30 жыл бойы Назарбаев билігі мынау ауылдың болашағы жоқ деп, ауылды құртты алдымен. Ең бірінші ауылды құртты. Ауылдан халық босып қала кетті. Сонымен енді бос жатқан жерімізді қайту керек, бұны тиімді игеруіміз керек.
ауыл шаруашылық жерін тиімді пайдалануымыз керек деп енді шетелдің инвестициясын тартуымыз керек дегенді айтып отыр Тоқаев мырза қазір. Жер шетелдіктерге сатылмайды дейді. Мәселе сатылуда емес. 25 жылға егер Қытай жалға алатын болса, 25 жылдан кейін ол жерді біз қайтарып алу мүмкін емес. Мәселе сатылуда емес. Ол жерді Жапон, болмаса неміс келіп алса тағы бір басқа. Ол жерге қазір мынау Қытай көзін алартып отыр. Себебі Назарбаев президент болып тұрған тұсында Қытайға барып келген сапарында осы мәселені көтеріп келді. 1 миллион гектар жерді қытайлықтарға жалға беруге келіскен. Содан бастап міне халық көтерілді, соның арқасында 5 жылға мораторий жарияланған еді. Енді міне ол мораторийдің бітуіне 1 жыл уақыт қалды. 1 жылдан сәл асатын уақыт. Әлі күнге дейін ол бапқа 24-ші бапқа өзгеріс енгізілген жоқ. Міне, егер біз жерімізді қытайлықтарға жалға алатын болсақ, Қытай қазір көріп отырсыздар, қаншама қазақтың қыздары Қытайға тиіп жатыр. Ертең ол келеді, Қытай өзі жалғыз келмейді, инвестор Қытай. Ол өзінің отбасын, бала шағасымен келеді. Ертең күні бізден жиендер туады одан. Құдалар боламыз, құда жекжет боламыз. Міне қазірдің өзінде көріп отырсыздар. Қаншама қазақтың азаматтары сол Қытайларға құл болып отырған. Қаншама Қытайдың компаниялары бізде қазақтың азаматтарын өздеріне құл ретінде ұстап отыр. Қытайдың поварына дейін, аспазына дейін өздерінен алып келеді. Ал қазақтың азаматтарына бір 100 мың теңге айлық береді, 100-150 мың. Өздерінің жаңағы аспаздарына дейін неше мың доллар айлық төлейді. Міне бұл әділетсіздік. Қазірдің өзінде біз Қытайға құл болып отырмыз. 50%-дан астам қазба байлығымыз қазір қытайлықтардың қолына өтті. Бір мемлекеттің байлығының 50%-дан асқанда ол мемлекеттің тәуелсіздігіне қауіп төнеді дейді екен, әлемдік тәжірибеде. Ал біздің қазба байлығымыздың қазір 80-90% шетелдіктердің қолында. Біз инвестиция тартамыз деп жүріп 30 жыл бойы бүкіл байлығымызды шетелдіктердің қолына беріп болдық. Енді ауыл шаруашылық жеріне инвестиция тартамыз деп жүріп, мына бүкіл жерімізден айырылып қалмасақ егеді. Сондықтан ағайын, шығыңыздар, үнімізді білдірейік. Мұны ата-бабамыздан аманатқа қалған жерімізді келер ұрпаққа басы бүтін аман тапсырайық. Ол сізбен біздің қолымызда. Біз бүгін айтпасақ ертең өкініш болады. Ұрпақтың алдында өкінеміз. Ертең ұрпақтың алдында қарамет боламыз. Ертең ұрпақтың алдында қарамет болмайық десек, бүгін үнімізді айтайық. Бүгін үнімізді шығарайық. Үйде диванда жатпайық. Әлеуметтік желіде отырып қана қалмайық, мына көшеге шығайық. Біз қашан көп боламыз, көшеге шығамыз, сол кезде бізді билік тыңдайтын болады. Билік бізбен санасатын болады. Сондықтан келесі митингілерде бұлай емес. Мына 3 миллион халқы бар мегаполис Алматыда 3 мың адам, 30 мың адам шықпаса, бұл ұят, намыс. Бізді бүкіл әлем көріп отыр, бүкіл тікелей. Бұл қазаққа жер керек жоқ па деп отыр. Қазағым, жер керек емес па бізге? Айналайын, айтыңдаршы. Ертең ұрпаққа қай бетімізбен қараймыз? Не деп айтамыз? Сондықтан айналай қазағым, жер үшін шығыңыздар, тіл үшін шығыңыздар. Мынау бүкіл Назарбаевтың банктеріне жыл сайын триллиондаған теңге көмек береді. Үлкен арығалық компанияларға міне осы жыл 6 триллион теңге бөлінді. Соның 114 миллиарды ғана денсаулық сақтау министрлігі игеріпті. Қалған 5-те 888 триллион теңге қайда? Қайда кетті ол? Судың да сұрауы бар дейді атам қазақ. Сұрау болу керек, әр нәрсенің сұрау болу керек. Сондықтан ағайын сұрай білейік. Жыламаған балаға емшек жоқ деген. Айтайық, осылай күнде шықсақ та артықтық емес. Ай сайын емес, апта сайын осылай митинг жасасақ артық болмайды ағайын. Сондықтан үнімізді білдірейік, бар екенімізді. Мына биліктің халықтың қолында екенін білейік. Халық негізгі биліктің иесі халық болу керек. Мына билік халықтың қызметшісі ол. Айлық алып отырған. Сондықтан айналайын қазағым, бірігейік. Анау мынау деп бөлетін уақыт, піш-піш айтып әңгіме айтатын уақыт емес мынау қазір. Мынау сын сағат, тәуелсіздіктен ертең айырылып қалуымыз мүмкін. Алла сақтасын оның бетінен. Қытайдың экспансиясы қазір өте қатты күшті жүруде. Ол барлық жағынан, ол мәдени жағынан да, экономикалық жағынан да, саяси жағынан да бізге экспансиясын күшейтіп жатыр. Өйткені ол сыймай жатыр. 1,5 миллиард халқы. Таза азық-түлік бере алмай жатыр халқына. Сондықтан жерімізді қолғайық. Ол біздің жерімізге көз алартып отыр. Жүсіпбек Аймауытов айтқан атамыз. Қытайдың саудасынан қорқыңдар дейді. Ол сауда жасап жүріп талай елді жаулаған дейді. Ол ешқашан ашық соғыс ашпайды қазір. Қазіргі заманда ашық соғыс ашамыз. Ол сауда жасайды. Жерімізді жалға алады. Қызымызды алады. Пара береді біздің мына жемқор билікке.
Қазір барлық жобаны Қытай атқарып жатыр, біздегі жолды да сол жасап жатыр, бәрін солар істеп жатыр. Өйткені олар пара бергіш, 77 атасынан бері сол пара берумен, қыз берумен елді жаулап келген. Сондықтан ағайын, бірігейік, бас біріктірейік. Әрдайым осылай белсенділікте бір осы келген азаматтарға, ағайындарға Алланың нұры жаусын. Келесі жолы әрқайсыңыз бірден екіден туыстарыңызды ерте келіңіздер. Көбейек. Көбейсек қана біздің үніміз жетеді. Баршаңызға рахмет. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Атажан Нұрбол Бәйтереков. Біздің мемлекетіміздің жерін шетелдіктерге жалға беру алғашқы рет 2009 жыл көтерді. Сол уақыттан бері осы күнге дейін қазіргі билік жерге шүйлігіп қарап, жерді беріп жіберуге дайын тұр. Назарбаевтың жүйесі жемқорлықтың шегіне жетіп, мемлекеттің тоз-тозын шығарып, елді тентіретіп жіберіп, елге басқа істеген ешқандай еңбек жоқ. Алдағы жылда жарияланған моратория біткен соң, жерді Қытайға 25 жылға жалға беретін болса, онда біздің қазақ халқының алдында тарихында үлкен қасірет күтіп тұр. Олар мұнда 100 мыңдап кіреді. Өздерінің өнімін өңдейтін завод, фабрикалар салады. Өздерінің мектептерін ашады. Өздерінің қалашықтарын салады. Әртүрлі құйтырқы істер жасайды. Болды. Сонымен жерде басқа да солардың меншіктері болып қалады. Билік тарапы болсын, күш құрылымдары болсын, олардың күнделікті іс-әрекетін шектеп, қадағалап ұстап тұра алмайды. Қытай билігі қазір бүгін күнде біздің мемлекетімізге үстемдігін жүргізіп жатыр. Осал көрші емес, күн санап экономикасы өсіп жатыр. Әлемдегі ең алпауыт мемлекет болып тұр. Ертең өздерінің қолдарымен ұйымдастырып қақтығыс жасса, олардың күшіне төтеп беретін бізде әскер жоқ. Халқымыздың саны аз. Қару-жарақтарымыз ұрланып, сатылып бүтілге айналды. Патриоттық сезіміміз төмен. Әрине, қазір халық, ел қалай бала-шағаны бақсақ деп, кредитімізді, мойныңға ілген кредитті қалай төлесек деп, басқа ештеңе ойлана алмайтын жағдайға жеткізді билік. Билікке осылай халық мәңгүрт болып, өз басымен өз қайғы болып жүрген оларға тиімді. Қазір барлығымыз бірінші кезекте өзіміздің әлеуметтік жағдайымызды ойлаймыз. Бірақ жерімізге, ұлтымызға қауіп төніп тұрғанда есімізді жинап, жемқор билікке шетелдік жер шетелдіктерге бермесін деп, соның ішінде Қытай халқына жер бермесін деп, қадап тұрып талабымызды айту керекпіз. Қалайық? Бізде бірақ отан бар. Ол отан осы жер, біздің жеріміз. Ол Назарбаевтың жері емес, Тоқаевтың жері емес, басқандай жер емес. Кішкене тарихқа үңіліп қарайықшы. Тарихымызға кішкене үңіліп қарайықшы. Тарихқа кішкене үңіліп қарайықшы. Қанша ғасырлап тұр осы жерде бізге бабаларымыз терімен, қанымен, жанымен, кешегі соңғы бабаларымыз, аш қайраткерлеріміз бізге осы жерді өзінің өмірлерін құрбан етіп осы жерді бізге қалдырды. Енді біз жерімізді өзіміз қолымызбен береміз ба? Айналайындар, біз жарайды, өмірдің қызығын, шыжығын өттік, көрдік. Бірақ ертең артымызда ұрпағымыз бар біздің, болашақ ұрпағымыз бар. Ол қиямет күніне дейін біздің ұрпағымыз қазақ болып, осы жер тұрғанша халық болып біз тұру керекпіз. Неге соншалықты қорқасыңдар өздерің жеріңді қорғауға шығуға? Қорықпаңдар ешқандайда. Жерді қорғау үшін адам алдымен өзінен сұрау керек. Мен қаншалықты мен жерді қорғауға дайынмын деп. Мен өзімден сұрадым, мен қаншаға дайынмын деп. Мен өзімді сұрадым, мен жерді қаншаға дайынмын деп. Жерім үшін мен жанымды құрбан етуге дайынмын. Қай жерде болсын, қашан болсын. Сондықтан қалайық? Бізде бірақ жеріміз бар. Барлығы жердің асты, үсті, талан-таражға салып, сатылып бітті. Енді осы жерімізді қорғайық, қалайық? Барлықтарыңызды мен талап жасауға шақырамын. Рахмет. Келесі сөз желтоқсанның батыры Сайлау Лепесовке береміз.
Ассалаумағалейкум ағайын, бауырлар. Адалдық, ақиқат, әділет, шындық деп шырылдап келген жүректеріңнен айналдым қазағым. Мына біреуі бүгін аз деп тұр адам. Аз емес, әрқайсысын қолға татитын жалпылық қазақтың адал азаматтары жиналып тұр. Барлығыңа Алла өмір болсын. Қазақтың жерін Аллайдың үстімен, комплектің үстімен қорғап, ұрпағына аманат қылып қалдырған қасиетті киелі жеріміз кетіп бара жатыр. Қытайдың экспансиясына 30 жыл елде қазақты құл қылып, жерін жалпын қолына сатқан Нұрсұлтан Назарбаевтың диктаторлығы шегіне жетті. Апат үстінде тұрып отанымыз, соны қорғау үшін жинап тұрмыз барлығымыз. Баладан бері шырылдап айтып жатқан азаматтардың барлығы да қосылып жатырмын. Үйде отырған азаматтардың да жүрегі оянып жатыр қазір. Сондықтан жерді заңсыз жекешелендіріп, шетелдің барлығына қолына беріп, елді, халықты тоз-тозын шығарып, 200 миллиард долларды шетелдің банкіне салып қойған Нұрсұлтан Назарбаев қазақтың қас жауы. Ол қазақтың қанына жаралған адам емес. Ол қазақтың жауы. Оны біреу қазақтың қасиетті ұруы шапыраштыға танып жүр. Шапыраштыдан қадаға кетсін Назарбаев. Шапырашты мен қазақты арасына салып, бірін-бірі бөліп үшін айтқан әңгіме бұл. Ол қазақтың қаны емес, қазақтың жауы. Сондықтан елімізді, жерімізді мынау Қытай экспансиясы қорғайық бауырлар. Алла жар болсын. Бір қазақтың күйіне орын берейік, қазақтың бір күйін тыңдайық. Сөйлейсіздер. Күнде сөйлейсіздер. Кезекте бар. Жүрегімен сөйлейді ғой, жүрегімен. Жанболат. Рахмет. Келесі сөзді осы оппозициялық қозғалыстарда 97 жылдан бастап келе жатқан Қайрат Ердебаев азаматқа беремін. Бас қайреке. Ассалаумағалейкум, алашым. Мен сіздерге мына Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңағы ауыл әкімдерін сайлау деді ғой.
Біз балама жоба ұсынғымыз келіп отыр. Бір-екі идея бар. Ол ең бастысы, біз халық оған мықты болуымыз керек. Біз жауапкершілікті өз мойнымызға ала білуіміз керек. Үй салғанда фундаментке темір қосады, арматура қосады, тас қосады, цемент қосады, мықты болу үшін. Үстіне сейсмопояс қосады. Қабырға ажырамасын, фундамент кетпесін деп, үй ыдырамасын деп. Сосы идеяны мен сіздерге ұсынамын, талқылаңыздар, елге жеткізіңіздер. Ұнаса қолдаймыз деңіздер, ұнамаса оны да айтыңыздар. Бірінші мен ұстаным дегенім ауылдан бастау керек. Ауылдан әкім сайлаймыз деді ғой. Жарайды, біз оны қолдайық. Бірақ та оның тегіне қарайық, иманына қарайық, адалдығына қарайық, адами қасиетіне қарайық. Сөйтіп қана сайлайық ол әкімді. Ауыл әкім сайланды ма? Ауыл әкім сайланды ма? Сол аудандағы ауыл әкімдері бірігіп, жауапкершілік солардың мойнына ілейіктағы, олар аудан әкімін сайласын, өздері бас қосып. Аудан әкімдер бас қосаттағы облыс әкімін сайлайды. Бұл балама жоба, бұл билікті түбейді, тамырымен қопарып көзін жойудың жолының балама жобасының бірі ғана. Дұрыс айтасыз. Ал енді полицейлер айтады, оны да сол ауылдан бастап, ауылдың участковыйын бастап, оның тегінде иманына арда қарап, сөйтіп аудан, облыс басшыларына де сөйтіп сайлауға болады. Тек қана солай ғана біз, бұл өтпелі кезең бола ма, арғалай кете ма, ең бастысы мына жүйені түгелдей тамырымен жою. Және бір орынсыз бола ма, орынды бола ма, қазақта айтады ғой, кет дегенде ит кетеді дейді. Ұранымыз 16 желтоқсанға дейін уақыт берейік. Тоқаевқа да, Шалға да. Кетсін Шал. Кеңесімен де Нұр Отанмен қоса кетсін. Кетпейтін болса, 16 желтоқсаннан бастап бәріміз жаппай шеруге шығып, кет дегенде ит те кетеді. Кет деп шығайық. Ең бастысы, мына Белоруссия халқы бізге үлгі болу керек. Полицей болсын, әскер болсын, прокурор болсын, олар да еттен сүйектен жаралғандар. Олардан көбісі халық жаққа өтеді. 3 миллионға, жаңа Рысбек айтты ғой, 3 миллионға жоқ халық, бір 30 мың қазақ шықпасақ, ол үшін не үшін біз еркек болып жүрміз? Не үшін әке болып жүрміз? Не үшін біз ел аға болып жүрміз? Ода да өлгеніміз артық емес па? Көтер басымды, оянатын уақыт келді ма білмеймін. Бірінші Алла біледі. Одан кейін сендер намыстарың болса, еркекпін десіңдер, ер ағамын десіңдер, ата боласыңдар, ояныңдар, намыстан. Ертең біз қандай біз сара жол қалдырамыз ұрпақтарға. Әлдеш біз шынымен де кешегі хан Абылайдың түсіндегіндей біріміз қоян, біріміз бақа шаяға айналғанымыз ба, жалтақпыз ба? Біздің бабаларымыз бізге сара жол, дара жол қалдырды. Соған асқа бұрып, тарихқа үңіліп, сөзін алға қадам басайық. Рахмет ағайын. Армысыздар ұлын нар деп, қызы нар деп бағалайтын, шаңырақтың есі деп олына үміт артқан киесі деп қызына үкі таққан қазағым. Ал құрметті халайық, бүгін мінекей біз 3 талап бойынша алаңға шығып тұрмыз. Баршаларыңыз қош келдіңіздер деймін. Осы орайда мен бір жастарға үндеу тастағым келеді. Қатты қынжылып тұрмын. Неге біздің жастар әлі күнге дейін оянбаған? Неге олар әлі ұйықтап жатыр? Неге біздің алаңда тек қана біздің болашағымыз үшін үлкендер жүру керек? Қайда осы біздің жастар, әлеуметтік желі болсын, басқа болсын, жастар елдің болашағы деп көкіректерін кеңге ұратын жастарымыз қайда? Неге солар алаңға шықпайды? Шықсын жастар. Ата-бабамыз бізге жерді аманаттап тастап кеткен. Ендеше біз өзімізден кейінгі ұрпаққа да сол жерді аманаттап берейік. Ертеңгі ұрпақтан, өсіп келе жатқан ұрпақтың алдында біздің жүзіміз төмен қарап, салбырап қалмасын. Ел дегенде, жер дегенде басымызды бұғып қалмайық. Осы орайда мен Дәурен Достияровтың алаңдағы халыққа деген өлең оқып берсем.
Армысыздар қалайық алаңдағы, сөз айтайын шері болған санамдағы. Басшылардың шектен шықты бассыздығы, 30 жылда толмады арандары. Керек емес жолға беріп ұзақ жылға, жемқорлардың жерме аларғаны. Елде істейтін үкімет қайда қалды, несиелік 100 мың арыз қаралмады. Елге әскер кіргізем деп елші қыр көрсетті, ұлт емес біз өзге елдің бодандағы. Біздің талап несие кешірілсін, ел шықпай еліне көшірілсін, жеріміз жат елдікке сатылмасын, жалға беру жаңымыздан өшірілсін. Келесі сөзді Халилхан Ибраимханұлына берем. Ассалаумағалейкум қадірменді Алаш жұрты. Міне бүгін тамаша бір шараның өтуіне куә болып жатырмыз. Міне жерде жаңа біреу айтып жатыр, 300 адам, 500 адамыз дейді. Мен той жасасам 200 адам шақырамын. Менің артымда 200 адам тұр деңіздер. Алда жалда бұл дүниеден өтіп кетсем 500 адам келерді. Сонда мен жалғыз емес екем. Әр қайсымыздың артымызда 500 адам тұр деп ойлау керек. Міне, біз көппіз. Енді жаңа бір қарындасым айтып кетті, бұл жерде жастар неге жоқ деп. Біз негіз өзіміз мұсылманбыз, дініміз ислам. Құдайға тәуба, міне ла иляха иллаллах Мұхаммед Расулуллах деп мешітке барып жүреміз. Бірақ қазір осы жерде айта кететінім, бұл діни жағынан да біздің жастардың санасын көп улап жатыр. Патшаңа қарсы шықпа, билікке қарсы шықпа. Осы күніңе тәубе де. Көзі жоқ, аяғы жоқ қанша, тілі жоқ қанша. Бұл дүниеде жоқшылық көрсең, о дүниеде жұмаққа барасың дейді. Құдай-ау, бұл дүниеде біз жоқшылықта жүрсек, ертең баламыз Қытайға құл болып жатса, ата-бабамыз қылыштың, ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен алған жеріміз біреуге беріліп кетсе, біз ертең намаз оқитын жерде қаралмай қаламыз ғой. Сол Қытайым біздің мешіттерді қиратып, мұсылмандардың бәрін қамап жатқан жоқ па? Дұрыс па? Ал енді бүгін осы жерде, осы бүгінгі Жанболаттың өткізген шарасын қолдап біздің желтоқсандықтар деген жатыр. Желтоқсандықтар ура деп қойыңдар шкане. Енді тағы да шақырамын. Содан кейін тағы да кеше тағы да бір қуанарлық жағдай. Желтоқсан, Алаш желтоқсан деген ұлттық партиясын құрып жатырмыз. Міне. Түбі күш бірлікте дейді. Міне, енді негізі, міне, бүгін айттым, кеше интернетке жазып бердім. Қолдап едік қой талайды, қолдайық бүгін мамайды. Өздері рұқсат берген соң, неужели қамайды деп қойдым. Енді жер сатылмасын. Енді мына Жанболаттың көтеріп атқан мәселелердің бәрі біздің талма жерімізден дөп кеп тұр қазақтың. Жыл сайын банкілеріне көмекке ақша береді. Біздің ұлттық қордағы ақшаны зейнетақы қор құруды. Зейнетке шықсаң да толық ақшаңды бермейді. Сондықтан несиелі комиссия жариялансын. Қытайға да басқаға да жер жалға берілмесін. Қазақтың жері сатылмасын. Жер, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкенханов айтқандай, жер, тағы да жер. Жерсіз ұлт жоқ. Тілімізсіз тағы ұлт жоқ. Одан кейінгі көтеріп жатқан тақырып мына саяси тұтқындарға бостандық берілсін. Міне Жанболатты қамап қойғанда 7 ай бойы сотынан қалмай барғанның бірімен, осы халықтың күшімен, халықтың айқай шуымен бұл жігітті де шығарып алдық. Міне халқына жұмысын істеп жатыр. Қолдаймыз, қорғаймыз. Анау биліктің адамы, анау сатқын, анау анаған жұмыс істейді дегенді қою керек. Кім осындай шара өткізеді? Қолдап шығу керек. Баяғыда бір минут қане, баяғыда бір ауылда жау шауып, сонда еркектер аз болып қалған екен. Сонда бір әйел кеп жарымжан баласын қосып жатыр дейді. Сонда ана қолбасшы айтыпты, мына жарымжан балаңыз не істейді дегенде, жаудың атын үркітуге жарайды ғой деп айтты дейді. Міне, сол үшін қолдаймыз, қорғаймыз, рахмет. Осындай шарадар көп. Рахмет. Мынау енді саяси тұтқындарды біз ұмытпауымыз керек ағайын. Қазір абақтыда Макс Боқаев әлі де түрмеде отыр. Мына 5 жыл болды, жерді қорғап, жер үшін алаңға шығып, әлі күнге шейін біздің мүддеміз үшін сол түрмеде отыр сол азаматымыз. Макс Боқаевқа бір құрмет көрсетіп қойып, Максқа бостандық!
Бостандық. 2006 жылдан бастап қазақтың шаңырағын қорғап, ол да бір қазақтың ұлтарақтай жері, осы қазағымызға бұйырсын, қазағымыз далада қаңғып жүрмесін деп, әділдік үшін түрмеге сотталған Арон Атабек әлі де абақта отыр. Аронға да құрмет көрсетейік. Мынау қазір осы Қазақстанның абақтыларында саяси көзқарас үшін, саяси позиция үшін түрмеде отырған азаматтар аз емес. Алмат Жұмағұлов бар, Кенжебек Әбішев бар, басқа да толған азаматтар бар. Солардың барлығының бостандығын біз талап етеміз. Олар міндетті түрде бостандыққа шығады. Олар тек қана бостандыққа шықпай, мына мемлекет оларға өтемақы төлеу керек. Мемлекет олардан кешірім сұрау керек. Олар нағыз қаһармандар, олар қылмыскерлер емес. Дұрыс па? Келесі сөзді, мынау 2019 жылдан бастап 2 жыл болды міне. Қытайдың елшілігінің алдына шығып, өткенде анау Джан Сяо, Қытайдың елшісі, Қазақстанға әскер кіргіземіз деп айтқан кезде 2 азамат осы Қытай консулдығының алдына барды. Мирболат Мырзатайұлы дейтін, Серік Ажыбай дейтін. Міне сол Серік Ажыбай қазір бізге келіп отыр, сөз берейік, сөзін тыңдайық. Осы Қытай экспансиясына қатысты өзінің позициясын білдіріп жүрген азамат. Ассалаумағалейкум. Тектілігі тамырынан таймаған, 1000 жылдық тарихы жүзінде ойнаған Атырау мен Алтайдың арасын жайлаған қасиетті халық осындайда сөйлемегенде, осындайда шықпағанда қашан шығамыз? Қазақта бір сөз бар, жас болсаң да бас болып сөйле дейді. Қазіргі заманда аузында дуасы бар адамдар сөйлесін, қолынан іс келетін адамдар шықсын. Өйткені қазіргі заман кешегі Алқакөл сұламаның арғысы, не бергі жағы болып тұр. Оны түсінген адамдар біледі. Өйткені қазіргі тексіз Қытай бізді не демек? Қазақпен бір туғанбыз деді. Кешегі Бақашаян еміп өскен Қытай мен қасқыр емген Қытай қай жері туыс айтыңыздаршы. Әрине біз туыс емеспіз. Олар кеше айтты, біз Қазақстанға әскер кіргіземіз деді. Осындайда біз шығып өзіміздің азаматтық ойымызды білдірмегенде диванда жатып алып, қарқылдап күлеміз бе? Жоқ, жата-жата жамбасымыз ойылғанда барып шығамыз ба? Дұрыс айтады. Дұрыс, айт, сөйле. Мен енді дәл қазір бұрыннан бері айтып келе жатырмын, оны сіздер білесіздер. Бірақ дәлелмен, фактімен сөйлейін сіздерге. Қытай инвесторларының Қазақстанда жемқорлықты пайдаланып, заң бұзушылық әрекеттері жеткілікті. Мысалы, пара беріп тендерлерді ұтып алу, үлкенді кішілі объемдарды, жұмыстардың көпшілігін өзінің Қытайларына беру. Атап өтетін болсақ, Петрострой деген Қытай азаматы Г. Пайшан ашқан компания көптен бері заң бұзушылықтар жасап отыр. Егер де біздің тиесілі органдар көз жұмбай тексеретін болса, жүздеген заң бұзушылықтар табады. Және де онымен қатар Пекиннің компаниясы Юаннал деген компания ашып, Юлин және Ляожан Хун деген Қытайлар көптеген сыбайлас жемқорлықпен астасып, қазақтың жерін тартып алу әрекеттеріне барған. Бұған әрине дәлел мен қолымда бар. Бұл не деген бассыздық, бұл не деген сұмдық. Және де қазақ азаматтарының бірнеше жылдан бері миллиондаған ақшаларын бермей отыр. Осы Қытайлар. Ал бұл не деген бассыздық? Сонда үлкенді кішілі жұмыстардың бәрін алып қойса, біз сияқты қазақтың жастары қалай нан жейді, не жұмыс істейміз? Бәрін Қытайлар алып кетіп отыр. Ең соңында бар айтарымды бір шумақ өлеңмен аяқтағым келіп отыр. Құшағын ашып келгенге отырғызар төрім жоқ. Пышағын тығып келгенге ашатын менің жерім жоқ. Күн сөнсе де сөнбейтін, мың өлсе де өлмейтін тектілердің жерінде тексіздерге орын жоқ. Рахмет. Дұрыс, өте дұрыс. Келесі сөзді мына Сабитбекұлы Қайсар осы жер мәселесіне байланысты айтады. Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Қайтпайды көзіңді осы ойнап. Менің мынау айтайын дегенім, ең бірінші мынау Жанболат Мамай бауырымыз айтып жатыр ғой. Жер, несие. Енді менің ең бірінші айтайын дегенім мынау
тіл мәселесі. Тіл жойылса, ұлт жойылады. Дұрыс па? Сондықтан мынау Назарбаев айтады. Орысша сөйлесе, орысша жауап беріңдер дейді. Бұл қандай бассыздық бұл, айтыңдаршы. Ал енді Тоқаевыңыз айтады, орыстар, қазақтар орыс тілін жақсы сөйлесін дейді. Кім өзі қалайды, соны сөйлесін. Дұрыс па? Өзі үйренсін. Бірақ бұл жерде ең басты тіл қазақ тілі болу керек. Қазақ тілі болу керек, ең басты тіл. Ана орыс тілін алып тастау керек. Анау атазаңнан алып тастау керек орыс тілін. Дұрыс па? Сондықтан билікке талап қояйық бәріміз бірге. Мынау нағыз бассыздық. Басқа мемлекеттің тілін қолдап жүрген президент, елбасы бізге керек па? Бұндай елбасының бізге қандай қажеті бар? Біздің жерімізді сататын, біздің халықты, біздің қазақтың тілін жерге таптайтын бұндай елбасылар керек па бізге? Керек емес. Сондықтан қазағым, елім, жерім деген адам келу керек. Дұрыс па? Жерді бір сантиметрін сатуға қақысы жоқ олардың. Олардың өздерінің жер ме? Мына жер сатады, олардың өздерінің жер ме? Ол халықтың жері, дұрыс па? Қандай қақысы бар олардың жер сатуға? Қазақтың жері. Ата-бабамыз қанын төгіп қорғаған жер, дұрыс па? Олардың жерді сатуға қандай қақысы бар? Назарбаев, Тоқаев, тыңдаңдар. Сендердің мынау жерді, мынау тілді қорлап жерді сатпаңдар. Орындарыңнан кетіңдер. Дұрыс па? Біздің тілімізді қорлап бітті. Бізге не? Сонда не? Біз орыспыз ба? Жоғалда Қытайдың сөйлеп жүрген анау. Чәнчүн, мәнчүнің сөйлеп жүрген. Оларға неге тыйым салмайды бұл? Бұлар неменеге президент болып отыр онда? Бұнда елбасының не керегі бар бізге? Онды халықтың мүддесін қолдамайтын. Президенттің ең бірінші міндеті халықтың тілін қорғау. Екінші жерін қорғау. Үшінші дінін қорғау. Екінші дінін қорғау. Үшінші жерін қорғау. Одан кейін халықтың әл-ауқатын көтеру. Дұрыс па? Жағдайын жасау халықтың. Халықтың жағдайын жасамаса неменеге отыр? Бүкіл қазақтың байлығын таратып тала-тажға салып. Тоқаев, Назарбаев келмей тұрғанда Қазақстан бай болатын. Дұрыс па? Бәрі тала-таражға салып құртты қазақтың жерін. Тілін ол, орысша сөйлесе, орысша жауап бермейді. Халыққа қамқор болу керек қой бұл билік. Бала туатын кезде дейді. Өкіметпен ақылдастың ба дейді. Басы бар адам осылай сөйлей ме? Өкімет бала туатын кезде өкіметпен ақылдасып тұрдың ба дейді. Осындай сөз бола ма? Ойлаңдар сөздерді, айтыңдаршы. Бұл масқара ғой, өкімет халыққа қамқор болмаса неменеге өкімет болып отыр ол? Айтыңдаршы. Өкімет халыққа қамқор болу керек. Дұрыс па? Халық болмаса ол өкіметтің не керегі бар бізге ондай өкіметтің? Басқа бір ұлттың тілін қолдайтын, басқа Қытайға, басқаға жерді беретін өкімет бізге керек па? Құрысын бұндай өкіметтің көзін құрту керек. Қазақтар жиналыңдар. Бұндай сатқын, опасыз биліктің көзін құрту керек бізге. Біз жойылып кетеміз мына түрімізбен. Бәрі орысша. Орыс тілі керек па бізге? Ал, құрметті ағайын, мынау мені тыңдағандарыңызға, мынау Мамай бауырымызға рахмет. Өз халық деп шырылдап жүр. Рахмет. Сіз сөйлейсіз. Құрметті қалайық. Мен жасым мына 83-те. Әлі жігітпен адамды жігітімін деп жүрмін. Рахмет бәрін келгеніңіз. Маған батақ қазақ еліміз аман болсын. Елімізде ислам діні болған, әділеттің болған, демократия болған, әрбір қазақ бір-біріне мейірім шапағат, бауырластық тайған заман болсын. Жеріміз сатылмасын. Қазақта жер сатылған емес бір. Жер ана, жерден шығамыз, жерге барамыз. Жер сатылмасын. Жердің бәрі мына мендегі элементтердің барлығы бар бізде. Мына біздердің немере шөберемізге бәрі бұйыратын заман болды келешекте. Енді келешекте осы еді бір адал перзент, мына менің туған туысым заманы, кім жамыратым адал перзент басқаратын заман болсын. Ұлтын, түрін, жерін, дінін адал перзент басқаратын заман болсын.
Aynalayın. Mına ұлдарымыз өссін, қыздарымыз өссін. Ұлдарымыз білекті болсын, елді қорғайтын. Білімді болсын, елді басқаратын. Қыздарымыз қылықты болсын, ардақты ана болсын. Отан тәрбиетін. Шалдарымыз ғұрыпты болсын. Жастарға өнегесі бар, тәрбиесі бар. 5 уақыт ораза намазы бар. Шалдарымыздың ерден адалдық болсын. Барлық тілектерін қабыл болсын. Алла Тағала сендердің сөздеріңді қабыл етсін. Қабыл болсын тілектерің. Құдайым жеңіске жеткеніңіз. Рахмет, аумин. Айтқаныңыз келсін. Енді қазір мынау біздің ортамызда бір өнерлі қазақтың жастары бар, солардың бір өнерін тыңдайық. Сөйлейді болды. Юрий Николаевич қайда? Қайырлы күн баршаңызға. Кәнекей ортаны кішкене ашсақ. Сәл ашсақ. Кәнекей ашылсақ шамалы. Қазақ еліме қарашық қазақ жеріме кең өлке сарыарқасы берекеден науқасы берекеден арқасы анамдай алтын бейілді данамдай дархан мейірімді кең өлке сарыарқасы берекеден науқасы мерекеден науқасы солай бірге иә солай қазақ елім осындай иә солай иә солай қазақ елім осындай Алатау Алтай арасы еділ мен есіл жағасы көрінбес кеңістігі серпілмес кеңістігі керілмес кеңістігі анамдай дархан бүйілі анамдай алтын бүйілі асқарлы Алатауым аспанды дархан тауым жайнаған басқанауым я солай я солай қазақ жерім осындай я солай я солай қазақ жерім осындай
Bluetooth disconnected. Келесі сөзді енді мынау осы Алматыда талай пикеттерге шығып жүрген, әділдік үшін күресіп жүрген бір азамат бар, Маленьких Юрий дейді. Осы кісі бір сөзін айтсын, пікірін айтсын, тыңдайық ол кісінді. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Маленьких Юрий Николаевич, общественник. Проживаю в Казахстане с момента образования нашего государства. Хочу и дальше проживать, но хочу в государстве правовом, свободным от коррупции проживать, каких здесь многие собравшиеся сегодня, присутствующие. Хотя некоторые не дождались такого момента и уехали из Казахстана по разным причинам, по экономическим, так и не могут нормальное образование детей. Все это мы прекрасно понимаем, что в условиях коронавируса все это обострилось. Президент Токаев на своем послании сказал, что одна из ветвей власти, именно судебная, превратилась в закрытую корпорацию. Я считаю, что вся власть в Казахстане превратилась в такую корпорацию, которая работает только на себя, отсоединилась от народа. В Конституции нашей страны написано, что власть народ источник власти. Поэтому необходимо власти уйти, необходимо провести легитимные выборы, чтобы места, которые занимают сейчас коррумпированные чиновники во всех ветвях власти, заняли честные, самые такие, которые будут работать для народа Казахстана, чтобы жизнь изменилась в Казахстане в лучшую сторону. Все прекрасно понимают, что вот этот коронавирус привел к тому, что население обнищало. Экономическая причина может быть взрывом и неуправляемым, и власть прекрасно знает это. С общественниками власть стала бороться, как и с населением. Когда не выплачивают положенные пособия, как многодетным, так и другим категориям граждан, инвалидам и так далее. Поэтому власть должна уйти. Қазір мынау әкімшіліктің өкілдері келіп айтып жатыр. Ойбай, Тоқаевтың отставкасын талап етпеңдер дейді. Назарбаев туралы айтпаңдар дейді. Біз неге билікті сынамаймыз? Егер халықтың талабын орындамаса, кетсін барлығы. Халықтың мәселесіне құлақ аспаса, олар басшы болуға лайықты емес, дұрыс қой. Сондықтан халықтың мәселесіне құлақ аспайтын болса, біз Тоқаев кетсін, Назарбаев кетсін деп те митингке шығамыз. Ешкімізге тосқауыл бола алмайды. Шығамыз ғой. Мына келесі сөзді Бекен ағамыз бар. Енді регламентпен айтсаңыз. Бірінші, өз жас болса да бүткіл республикамызға айтып, демократиялық партия құрайық деп айланысып жүрген Жанболат інімізге үлкен рахмет. Екінші, осы Алматы қаласының әкімі Жанболатты есігін тоздырып жүріп айтып рұқсат етті. Енді бір секунд тыңдаңыз. Мен үйде отырған жасы 80-дегі оппозиционермін. 80-де үйде отырған оппозиционермін. Ал енді 19 март 2019 жылдан бастап Тоқаевтың атына 24 пен 45 адамның астынан бәріміз қол қойып хат жаздық. Ондағы жазғарымыз бірінші жер сатылмасын, жалға берілмесін, қазақта бір Қытай қалмасын, саясатпенен өтірік құрастырылып түрмеге отырғызылған анау аран інімізден бастап барлық саясаткерлер республикадағы шеттегі босатылсын. Ассоциация деген бір пәле бар, әлгі адамдағы аппендицит сияқты. Ол аппендицитпен ешкім жүрмейді ғой, дереу пышақпен алдырып тастаймыз. Аппендицитті сол ассоциацияны құрту керек. Қазақстанға екі парламентті керегі жоқ, бірақ парламент керек. Жер сатылмасын, адалдық болсын. Көшеге шыққан 5-6 адам, 20 адам, ана көшедегі милицияңды боқтаған жоқ, тигізген жоқ, ешқандай жаман сөз айтқан жоқ. Сондықтан жолдас Тоқаев, осыған сіз шара көріңіз. Мен соңғы рет хат жаздым, сізден жасыратын түгі жоқ. Менің атым Бекен Көкішұлы.
Сізді біз 1,5 жылдың ішінде байқадық, көрдік, мүмкіндігіңізді, орысша способностьті мы заметили, орынды босатыңыз, өзіңізге ыңғайлы жұмыс табылады. Ал енді сіз кетіп жатсаңыз, кеткен адамның бәріне қызмет бабымен келді, кетті. Мысалы үшін Назарбаев келді, кетті. Қазақстанның астанасының атын бердік. Ал енді сіз де кетіп қалсаңыз, сіздің атыңызға береміз ба? Ол 20 ғасырдың басында, естеріңізде болсын, кешіріңіз, 20 ғасырдың басында бүтін алаш қазақтары жиналып, бүтін жер жүзінде біз алаш қазағы болып бірігейік, ауызбіріктікте болайық, бірігіп жұмыс жасайық деді. Ал енді соңғы сөзім, жер сатылмасын, мен жаңа өзім айттым ғой, мен қалалық акиматтың бер жағындағы площадьта бір күн милицияда түнеп шыққан адаммын. Менің аяғымның ақсақтығына да ештемеде қараған жоқ. Сүйреп алып барып отырғызып қойды, бірақ шытырып арапыра салған жоқ. Сондықтан демократиялық партиямызды тез арада тіркетсін. Енді халықтан, қарапайым халықтан бастықтар құтылмайды. Ол халық ұнамаса, ол бастықтар кетсін. Енді мынау Тоқаев саяси реформалар туралы айтып жатыр кеше. Билік айтады, біз саяси реформа жасаймыз, өзгеріс жасаймыз, Қазақстанда саяси партиялар керек дейді. Кеше мен әдейі жариялаған жоқ мына митингтің алдында. 2 полиция қызметкері үйге келіп тұр. Маған айтады, сіз тіркелмеген демократиялық партияның жұмысына қатысқаныңыз үшін әкімшілік іс қозғап жатырмыз дейді. Соған үлкен айыппұл салу керек, сотқа бергелі жатырмыз сізді дейді. Мен айтам, сіздер өздеріңіз біздің съезге, мына биліктің өкілдері, мына әртүрлі күштік құрылымдар өткенде 22 ақпанда съезд өткіземіз дегенде қаншама адамдарды апарып абақтыға қамады. Жаңаөзенде Мұратбай Жұмағалиев деген азаматтың көлігін өртеп жіберді. Пойыздардан түсірді. Саяси партияны тіркеуге Қазақстанда ешқандай мүмкіндік бермейді. Ал енді саяси партия құрам десе, осындай әкімшілік істер қозғайды екен. Сондықтан міне осындай жағдай болып жатыр. Анау биліктің саяси реформа деп жатқаны. Өзгерістер болады, саяси партиялар тіркейміз, бейбіт жиындар өткіздіреміз дегеннің барлығы бос сөз, өтірік сөз. Саяси реформалар мына билік кеткеннен кейін басталады.